Суретімді сату жоғары сыныпта оқып жүрген кезден бері менің басты мақсатым болды. Қаншама тырыссам да бұл қолымнан келе алмайтын іс болды. Даңсыз суретші болғандықтан өз жұмыстарым үшін адал қаламақы алу мүмкін емес еді. Бірақ соған қарамастан мен үмітімді үзбедім. Университетті бітіріп, өнерге еш қатысы жоқ салада жұмыс жасай бастадым. Түнде ғана сурет салуға уақыт пен күш тауып, өз жұмыстарымды түрлі платформаларға жүктей бердім. Сөйтіп, бір күні маған көптен күткен жаңалық келді. Менің көктем атты туындыны Американың коллекционері сатып алды. Бұл видеода мен суретті ақш пен шет елдерге сатудың бір жолы жайлы баяндайтын боламын. Сөйтіп желіде суретті қалай және қайда сатуға болады деген ақпаратты іздей бастадым. Қазақ тілінде мәлімет жоқтың қасы болғандықтан, мен ағылшынша және орысша дерек көздерін қолдандым. Шет елдердің түрлі жанрда жұмыс істейтін суретшілердің тәжірибелерін зерттеумен болдым. Осылайша мен Saatchi Art галереясымен таныстым. Saatchi Art – бұл әлемдік сурет туындыларын сатумен айналысатын электрондық коммерция платформасы. Оның бас кеңсесі Американың Калифорния штатында орналасқан. Бұл жерде 100-ден астам елден келген суретшілердің түпнұсқалық суреттері, мүсіндері мен фотосуреттері ұсынылған. Басқа үлкен галереяларға қарағанда, Saatchi сіздің бейнелеу өнері әлеміндегі беделіңізге онша көңіл бөлмейді. Галереяның сізден бар керегі суреттеріңізді салып, олармен платформада бөлісу. Сондықтан жаңадан бастап келе жатқан суретшілердің жүгін жеңілдетіп, жақсы ақша табуға көмектеседі. Шілде айының 3-ші жұлдызында маған көптен күткен хат келді. Хат менің көктем атты жұмысымды Американың коллекционері сатып алғаны жайлы болды. Қуанышыма шек болмады. Суреттің қолжетімділігін растап болған соң, қажетті құжаттардың барлығын жинай бастадым. Қажетті ақпараттың барлығы электрондық хатта жазылғандықтан, оны мұқият оқып шыққан жөн. Суретті Америкаға жіберу үшін алдымен алып кету күнін жоспарладым. Бәрін асықпай, саралап алу үшін өзіме бастапқыда 3 аптадай уақыт бердім. Бұл жерде сізге беретін кеңесім бар. Күнді таңдаған соң, міндетті түрде транспорттық компанияға хабарласыңыз. Осылай сіз барлығы дұрыс өтетініне сенімді боласыз. Сонымен қатар, қызметкерлер сізге жүйелі түрде кеденнен суретті өткізу үшін керекті құжаттардың тізімін береді. Компанияның атын сіз галерея жіберген құжаттардың ішіндегі инвойстан немесе лейблдан таба аласыз. Суретімді ақш-қа UPS компаниясы жеткізетін болды. Өзім Алматыдағы офиске қоңырау шалғанда ешкім алмады. Бірақ WhatsApp-тан жазғанда олар маған бірден жауап берді. Сөйтіп, 2 құжат дайындау керек болды. Эксперттік сараптама, shipping label немесе жөнелту белгісі. Соңғы документті көрме дайындаған соң, маған сараптаманы алу ғана қалды. Алматы қаласында бұны Алматы мұражайынан алуға болады. Қазақстан бойынша басқа қалаларда қай жерден алуға болатынын сіз Мәдениет министрлігіне хабарласып біле аласыз. Сараптаманы алу үшін суретіңіздің 2 жақтан түсірген фотосы мен өзіңіздің жеке куәлігіңіздің көшірмесі керек. Соған қоса, сіз өзіңізбен бірге суретіңізді де сараптамаға апаруыңыз қажет. Оның нәтижесі 5 жұмыс күннің ішінде дайын болады. Сараптама тегін. Сертификаттың үлгісін сіз галерея берген құжаттардың ішінен таба аласыз. Кейін қажет болса, оған жұмысыңыздың фотосуретін қыстырып қойсаңыз болады. Мен сертификатты баспаханадан басып шығардым. Ол үшін файлды фотошопта ашып, жұмысымның суретін қостым. Сосын оны имейл арқылы баспаханаға жіберіп, ұнаған қағаз түрін таңдап басып шығардым. Бір сертификат бағасы 200 теңгедей шықты. Кейін қажет деген жерлерін қаламмен толтырып қойдым. Суретті қаптау жайында галерея сайтында егжей-тегжейлі мақаласы бар. Сілтемелерді сіз имейлдан немесе сайттан таба аласыз. Материалдардан сізге көпіршікті орау, қышқыл қосылмаған қағаз, қатырма қағазы, скотч пен кеңсе пышағы қажет. Суретті қаптау кезінде мен көпіршікті орау мен қағаз қабаттарының арасына сертификатты салдым. Қиын болса да, өзімше қорапты қолдан жасауға шешім қабылдадым. Барлығына менде 5 сағаттай уақыт кетті. Соңында қораптың сыртына қажетті белгілерді жабыстырдым. Сізге берер кеңесім: жұмысыңызды қаптауға толыққанды бір күн арнасаңыз игі болар еді. Кейін қолыңызды жаттықтырған соң бұл әлде қайда аз уақыт алатын болады.
Жоспарлаған күні маған курьер келіп, бүкіл құжаттармен бірге қораптың ішіне салынған суретімді алып кетті. UPS сайтынан мен жіберілімнің қай жерден өтіп жатқанын бақылап жүрдім. Сөйтіп, бір аптадан кейін сурет коллекционер үйінің алдына жетті. Сонымен сурет үшін ақшаны сіз Сачидің арнайы сервисінен өз картаңызға жібере аласыз. 14 күннің ішінде поштаңызға төлем жайлы ақпарат келеді. Бұл уақыт аралығында галерея керекті құжаттарды дайындаумен айналысады. Қағаздар дайын болған соң сізге Сачи Pay'ге тіркелу сілтемесі жіберіледі. Тіркелген соң, қажетті WBN008 формасын толтырасыз. Ол тексерістен өткен соң сіз картаңыздың мәліметтерін енгізіп, 3 күннің ішінде ақшаңызды ала аласыз. Сурет үшін төлем сіз енгізген банк шотына жіберіледі. Сайтта көрсетілген суреттің бағасынан галерея өзіне 40% қалдырады. Соған қоса, жұмыстың салмағына байланысты оның үстіне транспорттық компанияның қызмет ақысы қосылады. Мысалы, сіздің суретіңіз $1000 тұрады делік. Оның ені 60, ұзындығы 80, биіктігі 2 см, салмағы 1,5 кг делік. Осындай өлшемдері бар суретті жіберу үшін $100-120 ақша кетеді. Сонымен галерея осы $1000 өзіне 400-ін қалдырады. Сөйтіп, осы қалған $600 сіз тағы жіберу үшін кететін $120 азайтып, қолыңызда $480 қалады. Сондықтан, суретті жүктеген кезде бұны ескеріп, бағасын санаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Лайкты басып, арнама жазылыңыз.